Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 7 тамызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар, отбасылық өмірде аздаған даудамайлар орын алуы мүмкін. Бәріне себеп жоспардан тыс жасалған сауда. Мұндай сәттен аулақ болу үшін алдын ала ақылдасып әрекет жасаңыздар. Торпақтар, жақында айналаңыздағы адамдардың арасынан сізге жаман әсер етіп күшіңізді сарқылдатын адам пайда болуы мүмкін. Сол адамды анықтап, одан аулақ болыңыз. Егіздер, әрине материалдық жағдайға баса мән бергеніңіз дұрыс, алайда жақын жандарыңызға сіздердің жан жылуларыңыз қажет екенін естен шығармаңыздар. Шаяндар, Сатурнның әсерінен сіздерді үлкен шаршаған сезім басады. Бұл уақытша ғана құбылыс, жай ғана жақсылап демалу керек дейді жұлдыздар. Арыстандар, айналаңызға мұқият қарасаңыз, сіздің жаныңызда екінші жартыңыздың жүргенін байқайсыз. Бұл күні болашаққа жарқын жоспарларды құрсаңыз сәтті шығады. Бикештер, бір жобада жүрсе де жартып жұмыс жасамайтын адамдарды өзіңізден алыстатыңыз. Себебі олар сіздің ісіңізді артқа сүйреп жүр. Таразылар, еңбекқорлықтарыңыздың арқасында ақшаны тауып қана қоймай, оларды жинауды да бастайсыздар. Күннің екінші жартысында жеңіл мұң сезімін бастан кешесіздер. Себебі кейбір мүмкіндіктерді жіберіп алғандарыңызды байқайсыздар. Саршаяндар, бұл күні сіздер адамдардың барлығының жүрегін жаулап аласыздар. Нәтижесінде барлығы сіздерді кездесуге шақыра бастайды. Мергендер, сіздерге маңызды құжаттарды қалыпқа келтірген дұрыс. Жұмыста қулық сұмдықтан аулақ болыңыздар. Өз жұмысыңызды адал орындасаңыз берекелі болады. Тауешкілер, бұл күні қаржы мәселелерін шешуге тырысудың қажеті жоқ. Оның үстінен несие алып, қандай да бір маңызды құжаттарға қол қою дұрыс емес. Су құйғыштар, күнді жеңіл жаттығудан бастаңыздар. Сіздерге өз денсаулықтарыңызға және ас мәзірлеріңізге дұрыстап көңіл бөлу керек. Жеке өмірде екінші жартыңызбен жақсылап сөйлесу керек. Балықтар, бұл күні туысқандарыңызға жақсылап көңіл бөліңіздер және қиындықтардан қашқан сайын олардың ұлғая түсетінін ұмытпаңыздар. 7 тамызға арналған жұлдыз жорамалы осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.